Күн сайын миллиондаған адамдар карталарды пайдаланады. Google карталарын жай ғана қарап отырып, адамдар кейде түсініксіз жаратылыстарды, тастанды кемелерді, тіпті шешілмеген құпияларды да байқап жатады. Бүгін біз сіздерге Google карталарынан табылған ең жұмбақ әрі сенгісіз 10 нысанды көрсетеміз. Дайын болыңыз. Кейбірі сізді шынымен таң қалдыруы мүмкін. Қазақстандағы алып пентаграмма. Қазақстандағы Верхний Тоболь су қоймасының маңынан табылған алып жұлдыз 2009 жылы интернет қолданушыларын таң қалдырды. Көпшілік бұл белгінің не үшін салынғанын түрліше жорамалдады. Алайда кеңестік геолог Эмма Усманның айтуынша, мұнда ешқандай мистика жоқ. Бұл коммунистік жұлдыз саябақ салу үшін жоспарланған белгі. Бірақ саябақ ешқашан салынбаған, тек іздері ғана қалған. Чилидегі жұмбақ бейне. Атакама шөліндегі алып геоглиф шамамен 3000 жыл бұрын жасалған, ұзындығы 86 метр. Ғалымдар бұл бейнені кім жасаған және нақты нені білдіретінін әлі анықтай алмайды. Қазір бұл жер туристік нысанға айналған, тіпті жанында мейрамхана да бар. Өсімдік басып кеткен кеме. Тағы бір ерекше нысан SS Airfield атты бу кемесі. Бұл кеме 1970 жылдан бері Австралиядағы Хоумбуш шығанағында жағалауға жақын жерде қараусыз тұр. Уақыт өте келе кеме толықтай тастанды күйге түсіп, оның үстін ағаштар мен өсімдіктер басып кеткен. Қазір ол табиғат пен адамның қолынан шыққан дүниенің ерекше үйлесімі ретінде танылып, жергілікті көрікті орынға айналған. Ғарыштан көрінетін ең үлкен бет-бейне. Бұл әйгілі фастфуд желісі KFC компаниясының логотипі. Ол өзінің қуырылған тауық тағамымен әлемге танымал. Логотипте KFC негізін қалаушы полковник Сандерс бейнеленген. Бұл алып бейнені жасау үшін шамамен 3000 сағат уақыт жұмсалған. 30-30 см мөлшеріндегі 65000 түрлі түсті плитка қолданылған. Логотип ақш-тың Невада штатындағы шөл далада әйгілі зона 51 маңында орналасқан. Бұл ғарыштан көрінетін ең ерекше әрі ірі жарнамалардың бірі болып саналады. Осмингтондағы ақ жылқы. Англияның әртүрлі аймақтарында холмдық фигуралар деп аталатын ерекше бейнелер кездеседі. Бұл таулар мен төбелердің бетіне ойылып, немесе ақ тастармен төселіп жасалған суреттер. Олардың көпшілігі өте көне өнер туындылары болып саналады. Солардың ішіндегі ең әдемі әрі танымалдыларының бірі Осмингтондағы ақ жылқы. Ол Англияның оңтүстік батысындағы Дорсет графтығындағы Осмингтон Хилл төбесінде орналасқан. Бұл бейне 1808 жылы ақ тасқа ойылып жасалған. Фигурада ат үстінде отырған король Георг III бейнеленген. Бұл туынды тек тарихи ескерткіш қана емес, сонымен қатар ерекше көрінісімен туристерді қызықтыратын орынға айналған. Орбитадан көрінетін бөтелкелер. Адамдар тек ежелгі заманда ғана жер бетіне үлкен бейнелер жасап қойған жоқ. Қазіргі уақытта да ғарыштан көрінетін алып композициялар жасағысы келетіні де бар. Соның бір жарқын мысалы Чилидегі белгісіз бір төбенің бетіне жасалған алып Coca-Cola жарнамасы. Бұл жазу компанияның 125 жылдық мерейтойына арналып жасалған. Ең қызығы, ол 70 000 бос бөтелкеден құрастырылған. Осының арқасында бұл нысан әлемдегі ең үлкен Coca-Cola жарнамаларының біріне айналды және тіпті ғарыштан да көрінетін ерекше объект болып саналады. Лох-Несс құбыжығы. Спутниктік суреттердің бірінен интернет қолданушылары өте үлкен түсініксіз бір тіршілік иесін байқап қалған. Көпшілік бірден бұл аты аңызға айналған Лох-Несс құбыжығы деп болжады. Бұл құбыжық туралы аңыздар Шотландиядағы Лох-Несс көлінде бұрыннан айтылып келеді. Алайда суретте нақты немесе кім бейнеленгені әлі күнге дейін белгісіз болып отыр. Румыниядағы бейтаныс объект. Көп адамдар мұны құпия объект деп ойлаған, тіпті өзге ғаламшарлықтардың кемесі деп те жорамалдағандар да болған. Шын мәнінде бұл ерекше пішіндегі жарнама құю станциясы ғана. Италиядағы алып қоян. Бұл өнер туындысы. Адамдар бұл туындыны картадан көрген уақытта таң қалған. Оның биіктігі 6 метр, ұзындығы 60 метр. Уақыт өте келе қоян тозып, қорқынышты кейіпке енген. Алып қол бұлғаған адам. Картадан табылған тағы бір қызық әрі күлкілі объект Австралиядағы алып қол бұлғаған адам. Алғаш көргенде бұл шынайы алып фигура сияқты көрінеді. Бірақ шын мәнінде бұл балаларға арналған ойын-сауық саябағының жанында орналасқан понтон.
яғни жүзбелі құрылым ғана. Яғни бәрі жай ғана оптикалық иллюзия. Құрметті Q-Life арнасын көрермендері, мен сіздер үшін видеоның қызықты болуына барымды салдым. Егер де сіздерге видео ұнаса, міндетті түрде пікір жазып, лайк басып, және де арнаға тіркелуді ұмытпаңыз.